Құрметті облыс әкімі мырза, мен Қызылтөбе ауылының тұрғынымын. Осы жерде 30 жылдан бері тұрамын. Жаңағы жол мәселесі сол жетіспей жатыр. Сондықтан мен халықтың атынан, елдің атынан, тұрғындардың атынан сізден өтініш, сол ауыл ішілік жолды жөндеп берсеңіз. Жол мәселесі қазір енді бұрындар республикалық бюджеттен ауыл ішілік жолдарға қаражат бөлінбейтін еді. Соңғы кездегі мына тапсырмаға сәйкес, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, ауыл ел бесігі деген қазір жаңағы бағдарлама қабылданды. Мынау үйге дейінгі жолды салу, ауылдардың ішкі қатқыл табанды жолдарды, асфальт жолдарды салу. Биыл бізге мына ауыл ел бесігіменен 1 миллиард 100 миллион теңге көлемінде қаражат бөлінді. Оның негізінен біз мына Бейнеу ауданы, Маңғыстау ауданы және осы Мұнайлы ауданына бұл қаражаттарды бөлдік, 3 ауданға. Онда да сол ауданның орталықтарына. Қазір осы жобалар іске асып жатыр Мұнайлы ауданында да. Біз енді мына Қызылтөбе жаңағы елді мекеніне алдағы жоспарымызды жоспарлаймыз. Жобалық сметалық құжаттарымыз дайын болса егер, онда келесі жылда да осы бізге ауыл ел бесігімен қаражат бөлінеді. Соны кімнің құжаттары дайын, қай ауылдың құжаттары дайын, соған осы бөлінген қаражаттарды бағыттайтын боламыз. Енді бұл жолды осы кезең-кезеңмен, әрине енді біз барлық жолды бір мезетте салып тастаймыз деп айта алмаймыз. Себебі ол кезең-кезеңіменен жаңағы кімнің жобалық сметалық құжаты дайын, сол жерде бірінші кезектерде осы жолдарды салатын боламыз. Қаншама қаражатты қажет етеді? Енді биылдың өзінде біз 1 миллиард 100 миллион теңге көлемінде қаражат алдық орталықтан. Ауыл ел бесігі бойынша. Оның ішінде жөндеу жұмыстары да бар, оның ішінде жол салуға да бағытталған. Енді жолдың құны өте жоғары, сондықтан енді бөлінетін қаражатты біз көбіне көп осы жолдарға бағыттаймыз деп отырмыз. Бірақ әлеуметтік объектілеріміздің жөндеулері қалып қоймау керек. Оны да ескеретін боламыз. Бірақ жолдар салыну керек. Бұл жаңағы балдардың мектепке барады, жаңағы су шалшық болады, осының барлығын жаңағы жаяу жүргіншілер жолы қапталымен бірге болады. Осының барлығын біз алда жоспарымызда жоспарлайтын боламыз.